сәлем. Сіздермен бірге енді ғана бастап жатқан блогерша Бақытжанова Әйгерім. Бүгін мен өз видеомда топ 5 аниме туралы айтқым келіп тұр. Бұл алдын ала айтып қоямын, бұл ең жоғарғы рейтингтегі анимелер емес, және барлық анименің ішіндегі ең кереметі емес. Бұл менің өзім жеке көрген анимелердің ішіндегі ең керемет 5 аниме, которые барлығына көруге совет беретін. Ендеше бастаймыз. 5-ші орында бізде Клиник рассекающий демонов. Клиник рассекающий демонов бұл аниме өзінің рисовкасымен, артымен, суретімен популярный болған анимелердің біріне жатады. Шынымен де ол жердегі бойлар, битва, рисовка, персонаждар өте әдемі болып салынған. Ол жердегі персонаждардың эмоциясы, өзіңнің көріп отырып алатын эмоциялар, тығылыққа тірелу, күш беретін ағасы мен қарындасының арасындағы махаббат, ерекше тылсым, тартылыс, және вампирлер, әрине әдемі вампирлер, қатыгездік, өкініш, күдер үзушілік, барлық эмоцияларды испытывать етесің. Бұл аниме өзінің рисовкасымен ерекшеленеді. Ондағы әрбір шайқас, персонаж, сюжет, бәрі керемет салынған. Сюжет бойынша Майкл Джексонға ұқсайтын, дәл Майкл Джексонның өзіне ұқсайтын демонның кесірінен отбасынан айырылған Танжиро өлім аузындағы Незуко қарындасын құтқаруға асығады. Бірақ жолда Незуко демонға айналып кеткенін байқайды. Танжиро қарындасын қорғау үшін және оны қайта адамға айналдыру мақсатында демондарға охотник болуды шешеді. Бірақ бұл жол ол ойлағандай жеңіл емес екенін аңғарады. Танжиро аман қалып қарындасын адам кейпіне қайта келтіре алады ма? Бұл жауапты өздерің анимені қарап табасыңдар деген үміттемін. 4-ші орында Унесенные призраками. Бұл алдын ала айтып қойын, сериал аниме емес, полнометражный фильм аниме. Бұл анимені көрген кезде тура басқа вселенныйға кірген сияқтысың, тура маған. Ертерек шыққанына қарамастан өте әдемі рисовкасы, сенім туралы, үміт туралы, және кішкентай қыздың батылдығы туралы. Қатыгездік жоқ дегенмен, легкий аниме деп те айтамын. Кез келген адам түсінеді ме, түсінбейді ме, ол жағын білмеймін. Бұл толық метражды аниме айтып өткендей фантазия еркіндігінде дүниеге келген. Ата-анасымен келген кішкентай қыз мүлде басқа әлемге тап болады. Өзіне бейтаныс тылсым жерде бас кейіпкеріміз өмірлік достар табады. Өз әлеміне оралу мақсатына жету жолда басты қаруы ретінде мейірімділігі, батылдығы және ақылы көмектеседі. Аниме таңқаларлық сюжеттерге өте бай. Бұл туындыны көргеннен кейін ішіңде міндетті түрде жылулық сезімі және түрлі эмоция спектрлерін сезінбеу мүмкін емес. Сонымен қатар, бұл аниме Оскар жүлдесінде жеңіп алған. 3-ші орында Код Гиас. Код Гиас. Бұл анименің атын айтқан кезде маған ең бірінші болып өте әдемі персонаждар есіме түседі. Осы жақында ғана өткен Қытайдағы конкурста Россиядан барған өте танымал болып кеткен Лелуш туралы барлығын естіген боларсыздар. Ол именно лақап атын осы Код Гиас анимесіндегі басты кейіпкер Лелуш Ламперуштың атын алған лақап ат ретінде. Бұл жерде амалдың жоқтығынан үміттің сөнуі, күдер үзу және басқа бір үміттің пайда болуы, қайтадан разочарование болу, қорқыныш, махаббат, интеллект. Код Гиас Япония мен Британия арасындағы алауыздық уақытында көрсетілетін аниме. Британияның күшінің басым болуынан Япония әділетсіздік пен басымдыққа көнуіне мәжбүр болады. Басты кейіпкер Лелуш Британия азаматы болғанына қарамастан Япония азаттығы үшін күш жинап күреседі. Мүлде күдерін үзген Японияда жаңа үміт пайда болып халық арасында құпия батырға айналады. Өзінің күтпеген жерден алған күші тек көмегін ғана емес, сонымен қатар өз өміріне де қауіпін төндіреді. Басты кейіпкер махаббат және достық және өзінің күшінің арасында таңдау жасауға мәжбүр болады. Онымен қоса өзінің туған отанының ең басты жауына да айналады.
көзіндегі гиястың құпиясы ол сол гиястың арқасында адамдардың санасын басқара алады. Яғни кез келген бұйрығын орындата алуға құдіреті бар. Бұл анимені көрудің ең басты себебі күтпеген сюжет оқиғалар экраннан кетуге деген желанияны мүлдем алып тастайды. Екінші орындағы аниме бізде Тетрадь смерти. Тетрадь смерти бұл классика. Ғана аниме көріп бастап жатқандарға немесе енді бастаймын деп жүргендерге кеңес бере аламын. Және гарантия да беремін. Осы Тетрадь смертиді көргеннен кейін анимеге қалай ғашық болып қалғаныңды білмей қаласың. Осы сюжетте екі интеллектті, өте ақылды, стратегиялы жасөспірімдердің интеллектуалды соғысы. Жап кет. Тағы бір ерекшелігі ситуацияны әр қырынан қарау. Тіпті көріп отырғандардың өзі қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес екенін өзінің таңдауына қарай шешеді. Айта кететін тұсының бірі, ерекшелігінің бірі эмоцияға, әрбір сюжетке арналған изумительный вкуспен таңдалған музыка. Бір сөзбен айтқанда бұл аниме қайталанбас шедевр. Бұл анимені комментировать етудің өзі артық деп санаймын. Сол себепті де кішкене үзіндісін назарларына ұсынамын. И в этом идеальном мире ты окажешься единственным злодеем. Что? О чем ты говоришь, Рюк? Я, между прочим, очень серьезный человек. Я лучший школьник Японии. И я стану богом этого нового мира. Наконец-то бірінші орынға да келді. Көрмей жатып, білмей жатып, комментарийға жазып кет. Қандай аниме деп ойлайсың? Надеюсь, жазып келдің. Ендеше бірінші орында Атака титанов. Бұл менің ең сүйікті аниме. Үшін ешқандай аниме бұның орнын баса алмайды. Бірақ бұл аниме өте қатыгез аниме. Басты геройлар мен жаудың арасындағы, күшінің арасындағы айырмашылық аспан мен жер, шарасыздық, көтерілушілік, көздерінде от сөнген тұрғындар, батырлар, балалар. Бұл анимеде ана, бала, қарт, мүлдем аяушылық жоқ. Және тағы бір ерекшелігі басқа анимелерден. Бұл жерде әлсіз, мықты деп қарамайды. Главный персонаж немесе массовкадағы персонаж оған қарамайды. Күтпеген жерде жоқ болып кетуі мүмкін. Мен өзім өте көп көзім төктім. Және ең айта кететін жайт күтпеген сюжет. Көптеген шок болатын таңғаларлық моменттердің көптігі. Бүкіл сюжетке әсер ететін, бүкіл оқиғаға әсер ететін үлкен сатқындықтар. Сонымен қатар үміттеніп отыратын адалдықтар, қорқыныш, батылдық. В общем, барлығы қандай чувство, қандай эмоция бар, соның барлығы бұл анимеде көрсетілген. Атака титанов. Бұл анимені көргенде 1 минутының өзі жалықтырмай өтетініне гарантия бере аламын. Бұл анимедегі жаулар мен персонаждардың күшінің айырмашылығының алыптығы соншалық, тіпті кейде өзің уайымдап, жауды жеңуің де мүмкін емес деген ойда боласың. Атака титановты көріп біткеннен соң, одан шыға алмай біраз уақыт жүрдім. Бұл аниме менің жүрегімнен орын алды десем, артық айтқаным емес. Және бұл анименің рисовкасы жайлы айтпағанның өзі күнә болар. Ондағы әрбір тас пен шөп, табиғат, аспан, персонаждар, шайқас, әрбір мелочь, бәрі өте жоғары дәрежеде салынған. Құдды бір искусство дермісің. Жалпы анименің әрбір бөлімінде жаңа оқиға, жаңа таңғалдырарлық құпия және азаттық пен бақыт іздеген геройлардың жетістіктері мен пораженияларына куә боламыз. Және мұндағы тағы бір ерекшеліктің бірі
ең маңызы жоқ персонаждан бастап қорқақ, әлде мықты, тіпті басты геройлардың қай-қайсысы болсын аяусыздықпен күтпеген жерден өлім құшуы әбден мүмкін. Бұл бір жағынан шынайы өмір заңдылықтарына сай десек, екінші жағынан аяусыз қатыгездікті көресің. Атака Титаникті көріп қайғы, шок, таңғалу, мақтаныш, өкініш, көз жас, барлық эмоция спекторларын сезінбеу үшін қаншалықты суыққанды болу керек екен елестете де алмаймын. Соңына тек бір айтарым, бұл аниме көруге тұрарлық. Өкінбейсіздер. Және ең үлкен себеп көрудің бірі Леви. Леви бұл персонаждың аты. Менің сүйікті персонаж. Ол өте суыққанды, сабырлы, салқынқанды, мықты, әдемі және өте башқатай ақылды. Бір сөзбен айтқанда керемет персонаж, қайталанбас. Көріңіздер, менің айтқанымның бекер емес екенін білесіздер. Осымен менің топ 5 анимем соңына жетті. Ал сенің бұл топ 5 анимеге қосатын бар ма? Комментарийға жазып кет. Және маған қандай аниме көруге кеңес бересің? Оны да жазуды ұмытпа. Каналыма подписаться етіп, лайк басып, колокольчикті басып, менің тезірек дамуыма атсалысуыңды сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды. Мен енді ғана бастап жатқан блогер болғандықтан, бұл маған мотивация береді тастап кетпеу үшін. Рахмет. Сау бол.